Сәлем, достар! Сіздермен осындай жұмсақ және әдемі дәмді болып шығатын ватрушки булочкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керек заттарымыз: қантымыз қажет, дрожж, бір жұмыртқамыз, ванилин қажет, және шым тұз қосамыз, және жылы сүтіміз бар, ерітілген сары майымыз, сосын ұнымыз. Бұл жерде менде ұн електен өткізілген, алдын ала дайындап қойғанмын. Ең алдымен қамырымыздың опорасын дайындап алуымыз қажет. Жарты кесе жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстінен 2 ас қасық қантымызды саламыз. Одан кейін дрожж қосамыз. 1 шай қасық қостым мен. Бұл жерде шай қасығымыз қатты, толық емес, аздап қана. Үстінен 3-4 ас қасық ұнымызды қосып шығамыз. Оны венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Арасында түйіршік қалмау керек. Венчикпен араластырып, опорамызды 15-20 минутқа қалдырып қоямыз жылы жерге. Мінекей опорамыз осылай кішкене көтеріледі. Оның үстінен ерітілген сары майымыз 50 граммдай қостым мен. Және 1 жұмыртқамызды қостым. Сосын үстінен ванилин қостым. Егер ванилин болмаса, сіздерде қоспайсаңыздар да болады, ол маңызды емес әрине. Одан соң қантымызды қосамыз. Өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Мен бұл жерде қантты көбірек салдым. 1 пияладай қант қоссаңыздар да болады, тәтті шығу үшін. Менде кішкентай балалар болғандықтан, тәтті жақсы көргендіктен қантты көбірек қостым мен. Одан кейін ұнымызды осылай аз-аздан сала отырып, қосып отырамыз. Ең алдымен мен венчикпен жақсылап араластырып алдым массамызды. Одан кейін үстінен қайтадан ұнымызды қосып, қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Қамырымыз тым қатты болмау қажет, және тым сұйық болмау қажет. Қолымызға кішкене ғана жабысатындай осылай қамырды илеп шығамыз. Сосын оның бетін целлофанмен жауып қойып, бетін жауып 1 сағат немесе 1,5 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз осылай көтеріліп шығады, әдемі болып. Көтерілген қамырымызды осылай тағы да бір басып шығамыз. Қолымызды майлап немесе сулап алсақ та болады. Үстін басып, бетін целлофанмен жауып, тағы да орап қоямыз. Жылы жерге жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Осылай дайын болған қамырымызды ұзыншалап етіп аламыз. Оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Сосын бөлінген қамырларымызды қолымыздың көмегімен дөңгелекше етіп, жақсылап форма жасап аламыз. Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып қолдап кетіңіздер. Және осындай дөңгелекше етіп алған қамырларымызды противенге саламыз. Менде бұл жерде поклан қағазын төседім, өйткені асты жабыспас үшін. Егер сіздерде қағаз болмаса, астын майлап қойсаңыздар да болады. Қамырымыздың үстін матамен жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Ол кішкене көтерілу керек. Қамырымыз көтерілгенше мына жерде крошкасын дайындап жатырмын мен. Негізі крошкасын дайындамасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен сән үшін жасап жатырмын. Бөлме температурасында сары майдың үстіне 2 ас қасық ұнымыз және 2 ас қасық қантымызды қосып, осылай жақсылап қолымызбен езіп крошка дайындаймыз. Бұл әрине маңызды емес, жасамасаңыздар да болады. Қамырымыз мінекей осылай әдемілеп, көтеріліп, томпайып шықты. Мен 2 ыдысқа жайғастырып шықтым қамырларымызды, өйткені піскен кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін арасына алыс-алыс қылып алдым. Осындай кез келген ыдыспен ортасын басып шығамыз. Менде кішкентай ғана стакан. Менде үйде малинадан жасалған тосап қостым. Сіздер кез келген тосап түрін қоссаңыздар болады. Ол әрине қоюлы болу керек. Сұйықты әрине қоса алмаймыз. Джем болса да болады. Кез келген жидек түрін қоссақ болады.
Мінекей видеода көрсетілгенде осындай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның ағымен араластыруға болмайды, тек қана сарысын бөлек алып, осылай бетіне жағып шығыңыздар. Сонда булочкаларыңыз әдемі болып шығады. Алтын түстес болып. Одан кейін осылай жақсылап жағып шықтық. Сосын оның үстінен жаңағы жасап алған крошкамызды сүйіп шығамын. Крошка қажет емес десеңіздер, негізі жасамасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен булочкамыз әдемі болып шығу үшін осындай крошка дайындап алып, бетіне сүйіп шықтым. Булочкамыздың сәнін келтіру үшін. Мінекей осындай әдемі болып шығады. Алдын ала қыздырылып тұрылған пешімізде 200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Шаймен ұсынсаңыздар болады, ас болсын сіздерге.